Білім саласының жілігін шашып, майын ішкен білікті мамандар қашанда ел жадында сақталады. Өскелең ұрпақтың қанатын қолында бұлақты көріп, көзін ашқан ұлағатты ұстаздардың бірі Марал Қалекешев. Ол 75 жыл ғұмырында табан аудармай білім саласында қызмет етіп, аймақтың дамуына зор үлесін қосты. Табанды еңбегінің арқасында шәкірттеріні шыңға шығарды, өрелі мұғалімнің өнегелі өмірінен бір үзік сырда назарыңызға ұсынамыз. Марал Қалекеш 1945 жылы 11 сәуірде Атырау облысы Новобогат ауданы Манаш ауылында дүниеге келген. Еңбек жолын 1969 жылы Еркінқала орта мектебінде дене тәрбиесі және алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі болып бастады. Мектепте сіз 45 минутқа кірдіңіз бе? Сіз мінезіңізді өзгертуіңіз керек. Себебі баланың алдында өзінің осалдығыңды көрсетсең, өзіңнің білімсіздігіңді көрсетсең, сені бала сыйламайды еш уақытта да. Сондықтан сен өзіңнің білімділігіңді, өзіңнің ұстамдылығыңды, өзіңнің тәртіптілігіңді балаға көрсетіп отыруың керек. Міне, сонда мен кішкене қатал болған себебім солай бар. Мінезі қатал болғанымен жүрегі жылы ұстаз әрдайым шәкірттердің жоғын тауып беріп жанында жүрді. Тіпті алғашында дене шынықтыру, әскери дайындық сабағына киім болмаған кезде ауыл аралап кететінмін дейді ұстаз. Мен келгенде мектепте дене тәрбиесі өз несінде дұрыс жүргізілмеген екен. Себебі балалардың спортқа қатысатын, дене тәрбиесіне қатысатын формулары болмады. Сөйте тұра біздер енді бұл балаларға форманы кигізу үшін ата-аналар менен, мектеп дирекциясы менен қолдауы менен бұларға 390-ның ішінде өздеріне формасын кигіздім. Енді содан кейін мұнда әскери дайындық сабағын жүргіздік. Әскери дайындық сабағында да үлкен қиындықтар болды. Себебі онда онда форма жоқ. Оның форманы қайдан алу керек? Алатын жер жоқ. Сөйтіп жүріп, әйтеуір армиядан келген балалардан сұрадық, анадан сұрадық, мынадан сұрадық, сөйтіп жүріп, ер балаларға да форма таптық. Сөйтіп сабағымызды ары қарай жалғастырдық. Ардагер үнемі өткен мен бүгінді салыстыра қарайды. Бір сөзінде білім саласына көңілі толмайтын жеткізді. Бұрындары институт қабырғасында оқымасаң, ойланбастан шығаратын еді. Ал қазір кімнің ақшасы бар, қалғып мүлгіп болса да, маман деген атақты алып шығады. Ал одан қандай білім болсын деп ашында. Қазір жаңағы ақша төлеп, оқығанның кесірінен ақшаны төлей бер. Шығарып қарсаң, бір оқышы, айылып қаламыз дейді, оқыта береді. Көріп тұрсыз ба? Білім ба? Білім емес. Міне осының салдарынан білімсіз мұғалімдер шығады. Ардақты ұстаздың алдынан өткен шәкірттерінің алды республикада танымал спортшы болса, кейінгісі мектеп барса, ал бірі дене тәрбиесінің мұғалімі. Барлығы да ұстазынан көрген білгенін өз шәкірттеріне үйретуде. Көңілі былай жай кісі болғанмен, бірақ ол сондай талапшыл ұстаз болды. Ол кісі өзінің айтқанын орындатады оқушыларға. Оқушылардың бойында ол кісі келе тұрғанда жаңағы қорыққандық емес, сол кісіні сыйлайтындай қасиет пайда болды балдардың бойында. Тағдыр қосқан серігі ұстаздық қызметте. Оларда осы кәсіп қосқан. Өмір бойы сыйласып келе жатқан ерлі-зайыптылар 3 перзент, 6 немере жиен, бір шөберенің балдай қылығын қызықтап жүрген бақытты қариялар. Адал еңбегімен, қалтқысыз қызметіңмен ғана ел жұрттың алдында абыройың артады. Беделің биіктейді, сый-құрметке бөленесің. Мұндайда туған туысыңа да, жора жолдасыңа да қадірлесің. 5 минут сабақтан кешігіп қалмайды. Өзі жаңағы дәл уақытында қоңырау соғылғанда ішке кіріп тұрады, балдардан да сондай тәртіп талап етеді. Енді бұның тәртібі балаларға жұғымды болды. Мәртебелі ұстаз Марал Қалекешұлы әубастан білім білігін, жиған тергенін өз тәжірибесінде қолданып, өзгелердің денсаулығын сауықтырып, оларды бақытты етуге ұмтылды. Сәуірбектен Дастан, Қуаныш Құдайбергенов, Атырау телеарнасы.